Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге үлпілдек жұмсақ болып осылай пісетін бауырсақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен жылы сүтімізге 1 қасық дрожжиміз бен 3 ас қасық қантымызды салып 5 минутқа жауып қоямыз. Өлшеп алған ұнымызға 50 грамм сары майымызды, 1 жұмыртқамызды, тұзымызды және 1 ас қасық майонез салып дайындаймыз. Енді бөлек дайындалған апарамызды құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Бізде осындай қолға жабысатындай жұмсақтықта қамыр дайын болады. Оған 1 ас қасық сұйық май қосып, тағы да 1 илеп жіберіп, жауып қоямыз. Жарты сағатта осындай болып көтеріледі, қайтадан қайтарып, тағы да жарты сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз күшті болып көтеріліп дайын тұр. Енді видеодағыдай жайып дөңгелек формамен немесе 4 бұрышты өзіңіз қалаған формада, формаңыз болса сонымен кесіп дайындап аламыз. Қамырымызды қатты жұқа қылып жай жібермейміз, видеодағыдай сәл қалыңдау қылып жайып аламыз. Артық қалған нандарды қайтадан қайтарып, сәл 5 минуттай жауып қойып, қайтадан илеп формаға келтіріп жасай берсеңіздер болады. Енді майымызды қыздырып дайындаймыз. Осындай ыдыстыңыз шағындау, бауырсағыңыз батып тұратындай ыдыс болғаны жақсы. Менде сұйық май және тоң май болды. Тоң май қоспай, тек сұйық майдың өзіне пісірсеңіздер де болады. Менің бауырсағымның формасы дөңгелек болғандықтан оны аудару, пісіру жағы қиындау болады. Сондықтан осындай жинақы ыдыста және кішкентай сүзгімен қозғап отырып пісірсеңіздер оңайырақ болады. Біздің бауырсақтарымыз бірден майға салған кезде үріліп, әдемі болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Мінекей достар, біздің бауырсағымыз дайын. Осындай үлпілдек жұмсақ әдемі бауырсақтар пісіп шығады. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны қолдап, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер.